Қабір үстіндегі зұлмат, жансыз. Көтеріліс дүмпуі естіле бастаған кезде көлденең жұмысты көз қылып, қоңыратқа жіберген Михалошиннің жансызы Жаманбай таң ата Қарабұлаққа келді. Ауыл үсті дүрліккен адам. Ешкімді ешкім біліп болатын емес. Жаманбай атын шеткері байлап, құлағын салбыратып, көптің арасына кіріп кетпек болған. Сөйтіп, жан-жағына сақтана қарап, жиынға қарай беттей бергені сол еді. 3-4 адам мұның алдын кес-кестеп, сен кімсің деп тоқтатып, басшыларының алдына дедектетіп жеткізді. Көтеріліс басшысы еңсегей бойлы, 50-ді алқымдаған ірі денелі кісі. Өңі суық, қалың қабағы доғаша иіліп, қайдан жүрген жансың деді. Мен мына қоңыратқа бара жатқан бетім, сонда жұмысқа тұрмақшы едім деді сасқалақтаған Жаманбай. Қай жақтың адамысың? Мен бақал ақсақалдың баласы Жаманбаймын. Осындағы біраз азаматтарды танимын. Сіздің жасақтарыңызға мен де қосылар едім. Бірақ жұмысқа тұрам ба деп бара жатырмын деді ол бүгежектеп. Көтеріліс басшысы басқа сөз қозғаған жоқ. Жұмысқа тұрам десең жолыңнан қалма деді. Шамасы сол сәдуақас болса керек деп ойлады Жаманбай. Іштей соған бүйрегі бұрып тұрса да, өкіметтің құрығынан қорықты. Сол күні-ақ ол кері қайтты. Көтерілісшілердің көзіне түспей келесі күні жетім шоқының үстімен ауданға құлады. Мұны көрген Окупу Михалошин жерден жеті қоян тапқандай қуанды дерсің. Көтерілісшілердің Қарабұлақтағы жиынына қатысып, бандының бет алысын байқап келген жансыздың сөзіне құлақ түрген Михалошин, бандылардың адамы қанша, немен қаруланған деп Жаманбайға қадалды. Көтерілісшілердің саны өте көп дегеннен басқа мардымды ештеңе айта алмаған жансызына Михалошин енді сеніңкіремей қалды. Қарулары қанша, оны да жеткізе алмады. Кім біледі, арандату үшін айтып тұрмаса, не деуге болады бұларға деп, көзі ойнақшып, жирен мұртын ширатып, біраз тұрды да жөніне кетті. Мына итке сеніп жүрген мен де ақымақ. Бүлікшілердің ауданға қай жақтан келетінін айта алмады. Өзенді бойлап сары терек жағынан келеме, қай тұстан келуге тиіс деп Михалошин көзі апалақтап, кеңсенің төбесіне бір шығып бір түсіп, дегбірі кетті. Оның үстіне түндегі жөңке мен елестен есі танғаны бар. Қарамағындағыларға ақырып атып тастаймын деп тапаншасын шошаңдатып ашуын солардан алуда. Шегініс. Көтерілісшілердің Дуаншиді тас-талқан етіп, қойманы басып алғаны, ондағы азық-түлікті елге таратып бергені туралы мәлімет аудан орталығына жебедей ұшып жеткен. Әсіресе елдің еңсесі бір тіктеліп, әп бәрекелді десті. Сөйтсе де, көпшіліктің бойында үрей, азаматтар аман болса екен дегеннен басқа тілек жоқ. Сәдуақас бастаған көтерілісшілер Тоқырауын өзенінің күншығыс қабағынан құлдилап келіп, аудан орталығына Бегазы жақтан жарқ ете қалды. Қалың топ өзеннің арғы бетіндегі ен жазыққа қанатын жайып тұра қалғанда, аудандағы НКВД қызметкерлерінің демі бітіп қалғандай болды. Осының алдында ғана Қарқаралыдан шыққан қарулы отряд жетіп, тізе бүккендері сол еді. Содан сәл бұрын Қоңырат руднигі коммунистер мен комсомолдарынан құралған жасақшыларды Руднидегі ГПУ бастығы Қазбеков деген бастап келген еді. Бандалар келіп қалды деген дабырды естіген бетте мұздай қаруланған отряд әуелгіде олар да асып састы. Көтерілісшілер жақын қалғанда отряд командирі ағаш үйдің төбесіне шығып, пештің мұржасын тасалап тұрып, қаптап келе жатқан көтерілісшілерге дүрбімен көз тікті. Қадала қарады. Өз көзіне өзі сенбеген Михалошин жасаурап кеткен жанарын сүртіп,
тағы да дүрбіге үңіледі. Сөйтсе, қаптаған қара тобырдың қолындағысы шоқпар, балта, сойыл, ішінара шиті мылтық. Көпшілігінің уық асынған білгенде, мұжаға тығылып тұрған сабаз кенеттен қайқаңдап шыға келді. «Әй оңбағандар-ай, әй оңбағандар, қарашы!» Кеңес үкіметін қорқытпақ болған түрлерін деп, шатырдан түсер түспестен отряд деп айғай салды. «Бандыға қарсы шабуылға дайындалыңдар. Совет үкіметінің жауларына ешқандай аяушылық болмасын. Ескі аңсаған тап жауларынан құралған бандыға күйрете соққы беру үшін атқа қоныңдар» деп бар даусымен арқырап пәрмен берді. Табан астында батырлық танытып, ұрымтал сәтті қолдан шығармау үшін өзі де үзеңгіге аяқ салды. Көтерілісшілердің қарулы отрядқа қарсы төтеп беруі мүмкін еместі. Солдаттар винтовкадан бірден оқ жаудырып, көтерілісшілерді әп-сәтте жуасытып салды. Бірнеше адам оққа ұшты. Ішінде жәмпейістің ақанына оқ тиген болу керек. Ат жалын құшып аулақтап бара жатты. Арпалыс кезінде сәдуақастың астындағы бозайқырға оқ тиіп, омақаса құлады. Огыпу адамдары сәдуақасты тірідей қолға түсірмек. Бірақ сол екі арада Мұсағұл сәдуақастың алдына ер-тұрманы бүтін кертөбел атты көлденең тарта берді. Шамасы оққа ұшқан серіктерінің бірінің аты болса керек. Оны сұрауға шама жоқ. Ысқыртып атылған оқ ереуілшілердің екпінін басқандай. Осыдан соң көтеріліс басшылары тірі қалған сарбаздарымен кейін шегініп бой жасырды. Бірақ жендеттер оларды өкшелей қуын тоқтатпай соңдарына түскен. Солдаттардан да ажал құшқандар мен жараланғандар болды. Көтерілісшілердің арасында шиті мылтықпен аң аулап жүрген сұр мергендер жоқ еместі. Тек оқ аз, қару тапшы, шегінбеске лаж жоқ. Жер жағдайына жетік көтерілісшілер өзенді бойлап қуғыншылардан қара үзуге тырысты. Бұл уақытта ымырт үйіріліп көз байлана бастаған. Төңірек түн құшағына енген сайын қуғыншылар да кейіндеп қалды. Сәдуақас соңына ерген топты бастап түнделетіп, тоқтамай суыт жүрді. Жел тауды балақтап, қусаққа құламақ. Іштерінде жаралы адамдар да бар еді. Өкшелей қуған жендеттер көтерілісшілерді бәрібір тыныш қалдырмасын олар біліп келеді. Сәдуақас таңсыз бере Қусақ өзенінің бойындағы үлкен Қарасудың жағасына жетіп тізгін тежеді. Аттан түскен бетте сырт киімдерін шешіп, жейдесінің жеңін шынтағына дейін түрген ол су жиегіне жүрелей отырып, беті қолын асықпай жуды. Таңғы шықтай мөлдір су маңдайына тиген сайын туған жердің шырын шәрбаты бойын тербей жөнелген. «Айналайын Қусақ», деді ол іштей тебіреніп. Сол-ақ екен, есіне баяғы бала күндері оралды. Кәрі Қусақтың ен бойы мұның өткен өмірінің базарлы күндерін жарыса жырлап, жамырап тұрғандай. Ол кезде марқұм атасы Жабай ақсақалдың бар кезі. Қусақтың құба жоны кісінеген жылқы мен жамыраған төлдің үніне тұнып тұратын. Жабекең Орманбет бимен бесік құда болып, бидің 4-ші қызы Разиғаны Сәдуақасқа айттырғаны, кеу жігіттің қалыңдығына ұрын барғаны, бәрі күні кешегідей көз алдынан тізбектеле жөнелген. Беу қасиетті Қусақ, ен төсіңді, ен жайлаған ел қайда деп сезімге ырық берген. Сәдуақас бір сәт ой құшағынан тез сергіді. Көзден бұлбұл ұшқан өткен күндерге салауат айтқандай, терең күрсінген ол, өзен жиегінен аулақтай барып, жүзін құблаға бүріп, намаз оқыды. Құдайға құлшылық етті. Алла тағала, уа жаратқан ием,
ел жұртымның алдында күнәм болса кеше көр. Дұшпанға таба қылмай, арымда сақтап өлуге бойыма қуат бер деп, ішінен 3 қайтар айтты. Асықпай киімін киген ол, артынан өкшелей жетіп жиналып қалған азаматтарға бұрылып, бауырларым, енді осы жерден жолымыз айырылады. Сендер ел ішіне сіңіп кетіндер. Топас өкіметке сес көрсетеміз дедік, көрсеттік. Халық айдағанға жүріп, матағанға көнетін мал емес екенін білдіреміз дедік, білдірдік. Енді мақшарда кездесеміз. Маған ілеспей-ақ ауыл-ауылға тарап кетіңдер. Кешегі қарулы отряд біздің түбімізге жетпей тынбас. Әліптің артын бағамыз. Сендерге айтарым, бәріңнің де бала-шағаларың бар. Көрер жарықтарың таусылмасын, бауырларым, деді. Кеудесін кернеген күдікпен толқуды басып тағы да топқа қарады. Уа, бауырларым, еңселеріңді түсірмеңдер. Біз ешқандайда қылмыс жасаған жоқпыз. Біз әділетсіздікті әшкереледік, деді. Оның жаңғырған даусы кәрі қусақтың бойын өрлеп, іргедегі 5 шоқы мен Желтаудың биігінен зеңгір көкке өрмелеп бара жатқандай еді. Қусақ өзенінің бойында көтерілісшілер мен қимай-қимай қоштасқан Сәдуақас ауылдарына бет алған азаматтардың соңынан ұзақ қарады. Сол сәт кеудесін өкініш пе, өксік пе, әйтеуір бір қимас сезім билеген. Артынша ол бойын тез тіктеді. Алда ауыр күндердің тұрғанын сезген сайын сабырын серік етуге серт бергендей. Ендігі сәтте Сәдуақас кер төбел атқа қамшы басып, ат тұяғына ақ шуда шаң өргізіп, жортып бара жатты. Соңынан Жақыпбек, Түбек, Жақып және біраз азаматтар ерді. Жалғасы келесі бөлімде. Каналым ұнаса лайк басып тіркеліп отырыңыздар.